ғой өздері. Қалайсыздар? Жарасқан бетіңізді кішкене көрсет баланың бетін. Былай ма? Көрсетпей, көз тиіп қалмасын дегенім ғой. Жаман бала деп қойыңыздар. Жаман бала, тіпай жаман дейді ғой қазақта. Қалайсыздар? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Ұзақ осы жерге келмеген едік. Қобалжу бар, Маған берші баланы, өздеріңіз айта беріңіздер. Қалай бала пайда болғы? Қазір мен беріп жіберем. Бізде бір жақсы ақындап, ассалаумағалейкум. Шашты жылат байқаңыз. Жылай берсін. Айта беріңіздер. Қалайсыздар? Бәрі нормально. Келгеніңізге өте қуаныштымыз. Рахмет шақырғаныңызға. Сол айтамыз. Не айтамыз? Баланы беріп жіберейік. Бергім кеп тұрған жоқ, бірақ беру керек. Не жаңалық, қалай бала пайда болған? Бері қандай не жаңалық, қандай сезім болып жатыр? Мен сезімді айта алмаймын өзі. Тпай. Сәнім. Сәнім. Ал нәзік пен жарасқан танысқанға 8 маусымда. Бұрын соңды көрмедік. 7 маусымда болдыңыздар. 7 маусымда, 7 маусымда отырдық, осы жерде үйлендік. Басында бастап осы жерге келген едім. Эфир басталғанда, жаңа каст болып сол кезде. Үйленем деп ойламаған едім, тұрмыс құрам деп. Сол кезде жарасқан дегенді кездестіріп, осы жерде бірге. Осы жерде қазір жүргеніміз, помнишь, осы жерде отырған, помнишь, осы жерде жыладым деп те. Сондай да болған кездеріміз. Нәзік 7 маусымның қатысушысы болды. Жарасқан үміткер болып келді, Астанадан келген еді. Сол кезде басында жарасқанды ұнатпай, кездескім келмей, жылап жүрген, таныстық тоқтатам деп. Бірақ та жүрегімді жаулап алды. Қазір енді кішкентай балапанымыз бар. Әрдайым қолдайды. Басында біз партнерский родыға бірге барған едік. Бірақ та ойдағыдай шықпады, себебі біз жарысқан екеуміз басында шешкен едік, уже бала туылып жатқанда шығып кетеді коридорға, ал схватка кезінде мені қасында қолдап, суын беріп. Наоборот болып кетті. Бізде наоборот болып кетті, кішкене. Туылған кезде болдым сол жерде. Үлгірмей қалды. Туылған кезде кірді, мен айғаладым, жоқ, жарасқан шық, врач-акушер кірсін, шықсын, жарасқан туда-сюда жүгір жүр, не істерін білмей. Ұлымды бірінші рет көрген кезде кәдімгідей, бүкіл бәрі не болған, ол все не зря, міне нәтиже. Пупогын өзін кесіп. Нәзік, жарасқан қандай әке? Ой, керемет әке, менің достарым, осы жерде отырған қатысушылар да бәрі көреді, жарасқанды айтады. Мен осындай әке бола алам ба? Даже үйленген адамдар, мен осындай әке болмадым, менде бала болғанда. Бәрі мақтайды, себебі әрдайым қолдайды мені, бәрін істей алады. Мен баланы қалдырып кете аламда, өзім кішкене демалуға кетем, массажымды алып береді, өзі бар демал, мен өзім қалам деп. Қорқпай қалдырамын, тамақтан береді, ұйықтатады, өзі памперсін ауыстырады, еще бала режиммен ғана чисто өмір сүреді. Бәрлік режимін сақтап, сол түнде даже оятса, өз тұрып, то есть сен ұйықтай бер, таңертең, у нас так негласное правило дегендей, таңертең өзі тұрады, баланы жұмысқа кеткенше баланы өзі қарайды, жолындырады, ойнайды, мен ұйықтап алам, сосын жұмысқа өзі кетеді, кешке келеді, обязательно 1 сағат болсын далада қыдырамыз, телефонсыз, бір әңгіме айтамыз. Родители болғанымен, в первую очередь біз парамыз, сол романтиканы жоғалтпау үшін біз әрдайым бір нәрсе іздеп отыр, әрдайым кино бірге көреміз. Кішкентай кино болса да ол романтика, бір айда бірлес обязательно бір жаққа шығып тұрамыз, қыдырып тұрамыз. Кешке әрдайым бірге жүреміз, былай далада жүресің ғой, дворда. Бәрі мамалар өзі жалғыз жүреді балдармен, біз екеуміз ғана әрдайым всегда екеуміз жүреміз. Бірақ дегенмен енді Назикті өте күшті ана, өте күшті. Екеуі бір-бірін мақтап отыр. Менің критерием болған, Назик таңдаған кезде, то что мен как будто, білмеймін, елестеткен, то что точно күшті ана болатындай. И менің ұлыма, қызыма кәдімде тәрбие беретін. Сосын ең эфирді басынан бастап көрсе, жарасқан келген кезде, таныстық басталғанда мен жылап қалған едім. Мен отбасы қалаймын, мен бала болған қалаймын.
сол менің арманым деп ең бірінші шылаған кезім, сол кезде жарасқан шымылдықты ашып кірген еді өзім мына жақта. И қазір эфирларды қараймын да, қазір сол арманым қазір орындалды деп. Иә, нәзікпен жарасқан айтары көп сияқты сезіп отырмын. Алыстамаңыздар, экраннан жарнама. Мақтап отыр, иә? Иә, сонда енді жақында енді бізде жаңалық тоже менің ата-аналарыма әлі бармадық та, потому что өткенде 2 қабат болған кезде тоже, опасно болды. Қазір кішкентай баламыз тоже енді өсіп жатыр, и вот сентябрь, да, бұйырса барамыз. Иә. Ана жерде ата-аналарым күтіп жатыр тоже уже, қашан деп. Ресейде ата-анаңыз күтіп отыр ғой сонда? Иә. Мен босанған кезде анасы келген еді, көмектескен еді, 1 айдай қасымда болып, баланы қалай қарауды көмектескен еді. Массаж қалай жасайды. Иә, 1 айдан кейін өткені жарасқан әжесі бар, атасы бар, анасы қарау керек еді, сол себептен кетіп қалған еді. Көп көрермендер айтады, неғып жарасқан мамасы жоқ, енесі қайда нәзіктің деп. Бар, қасымызда көмектесіп тұрады, просто басқа қалада болған соң кішкене бізге қиын соғып жатыр. Неше уақытқа барасыздар? Неше, где-то 1-2 аптаға барамыз. Себебі жарасқан қазіргі таңда жұмыс істеп жатыр, отпуск алайын деп жатыр, сол себептен көп ұзақ бара алмаймыз. Менде сұрақ бар еді. Мысалға мен қараймын ғой, енді стористарын қараймын, араласам, жарасқанға айтқым келеді, нағыз ер азамат деймін да. Стористарында балаға күнде қарайды, күнде сол баламен жаңағы қалай? Бағып отырады да. И мындай сұрағым бар, басында енді нәзік қаншама рет сені енді қабылдамады, қаншама рет жылады, қаншама рет тоқтатқысы келді. Осы дегеніне қалай жеттің? Қалай нәзікті өзіне баурап алдың? Мен басында келген кезде үміткер болып, сразу білдім, ол менің жарым болады. Точно мен прям. Потому что қалай болса да, не болса да, мен бұрылып кете алмаймын. Точно мен шештім. Как еще айта едім, типа, вижу цель, не вижу препятствий, до конца барам дейді. Басында тоже үйленген кезде маған тоже осы сұрақ қойған еді, не себептен жарасқан мен қосылу шештім. Мен айтқан едім ол кезде, ол менің болашақ балдарының керемет әкесі болады деген едім. Шынымен де сондай, себебі түнде оятсам да жарас көмектесші, әрдайым тұрады. То есть жыламайды ешқашан, мен жұмыстан шаршадым, үйде посуда жуып үлгермесем де маған көмектеседі. То есть идеально деп айта алатын жарым, себебі кішкентай кезде мүмкін ойлаймын Аллах тағаланың берген бақытты шығар, себебі кішкентай кезде менде көбісі біледі, что отбасы болмаған, балдар үйінде өскенмін, әрдайым армандайтын едім менің отбасым болсыншы деп. И жарасқан қазақтанда менің әкем де, ағам да, күйеуім де, то есть полностью мен қазіргі таңда мен ең керемет өмірін сәтін өмір сүріп жатырмын, ең бақытты адамым деп айта аламын. Мен мұнда тағы да еркек сондай болу керек, не үшін? Потому что қызыңызды аманат қолына тапсырып жатыр саған, так что и әке боласың, и дос боласың, и аға боласың да. Тағы да айта салайыншы, көрермендердің қызық сұрақтары таусылмай, түсті қашан салып береді деп. Сразу айтып береймін, салып жатыр, бәрін істеп жатыр. Өйткені сразу бірінші сұрақ сол тіс болып. Тағы да мақтағым келіп тұр. Басында бірлес ұрысқан едім, мен туған күніме сыйлық жасамады деп жылап, ол мені жақсы көрмейді, сүймейді. Потом қазіргі таңда мен түсіндім, мен не қалаймын, сразу алып береді. Ол күтпейді, праздниктарды күтпейді, просто без повода сыйлық. Мен телефон хочу, қымбат телефон, без повода сыйлап береді. Мен алтын хочу, без повода. А бұрында мен ойлайтын едім, маған туған күнде неғып сыйламады, жылап. Оказывается, ол ештеңке аямайды, любой моментте бере салады маған. Екінші нәзікке енді стористарына қараған кезде, бірнеше сторисында сен бір жылаған бір стористарында көрдім. Сол после родовая депрессия ма негізінде? Одан қалай шығып жатсыңдар, болды ма ол? После родовая депрессия былай қатты болмады, как сказать, қиын болды кішкене баламен, себебі туысқандар, ата, ене, ешкім жоқ, өзім жалғыз болған соң шаршайсың. Түнімен біздің баламыз күнмен түн қатты ауыстыратын еді, таңғы 6-да ұйықтайтын еді, түнімен ұйықтамай. Жарасқан екеуміз 1 айдың көлемінде таңғы 6-да ұйықтайтын едік, жарасқан 6-да жұмысқа кететін еді. 6-да ұйықтаймыз, 7-де тұрамыз жоқ. Иә, кішкене
ұрыстық кішкене, бірақ та болады мында ондай, иә. жарасқаны мінезі үшін жеңіл өтіп кететін еді, өйткені ол үндемей қоя салатын еді. Мен өзім кішкене варчать етемін де, түсін қоя саламын. Өз кінәмді түсінемін де, кешір деп екеуміз. Енді айта салсам болады ма? Диана. Енді мына жерде Нәзік айтып жатыр ғой, енді әке шеше жайлы мен де мысалы әкемнің қамқорлығын көрмегенмін да, енді мен де болашақта қалаймын өзімнің балам толыққанды отбасында өсіп әкенің қамқорлығын толықтай көргенін. Және де совет деп айтайыншы сізден, бізге бір совет берсеңіз, қалай сіз балаңызға толыққанды қамқорлық беріп жатырсыз, оның барлығын қалай жібере алдыңыз, қалай бір кешіре алдыңыз мысалға? Мен ойлаймын, осы эфирге келгенде мен полностью проработка болған шығар осы жерде. Өйткені қаншама сөздер де жаман естідім. Өзім отпустить дегендей, бәрін кешірім, отпустить, сол кезде жолын ашылады деп ойлаймын. Мен жібердім. Қазіргі таңда вообще ренжісім де анама жоқ. Наоборот, мен өз анамен қазіргі таңда восхищаюсь. Это бір жасқа дейін ол менің қасымда болды. Ол сондай қиын моменттерді менің қасымда өткізді. Мен оны бұрында түсінбейтін едім, жылап, ренжіп, мында айтатын едім. Просто отпустить шығар болды. Жоқ, енді сіз бәлкім ана болғаннан кейін кішкене түсініп жатқан шығарсыз. Мен әлі бәлкім ана емес болғаннан кейін түсінбей жатқан шығармын. Бірақ енді 2,5 жылдай болып қалды ғой, енді мен қазір әкеммен араласпайтыма. Білмеймін, әлі күнге дейін бір ішімдегі обидамды жібере алмаймын. Анашым да айтады, енді жібер, сонда барлығы жақсы болады деген сияқты. Әлі күнге дейін барынша өзіммен жұмыс жасап жатырмын, жіберуге тырысып жатырмын. Білмеймін, болмай жатыр да. Содан кейін қалай мысалға сіз өзіңіз жеңе білдіңіз деп сұрағым келіп жатыр. Мама мына жерде жарысқан көмектескен шығар. Он просто әкенің рөлін заменять етті, и мен бақытты болған соң оны ұмытып кеттім. Егер де мен өзім жалғыз болғанда, мүмкін мен әлі күнде сол жүретін едім, ренжіп, махаббат бөлген соң, мен толықтай махаббатқа қазір, как сказать, баурап алған соң, мен махаббатты аңсамаймын. Әкемнің махаббатын аңсамаймын. Анамның өткені менде қазір толықтай махаббат жетісіп тұр. Айдай ханым, менде керісінше болып жатыр да, наоборот, керісінше болып жатыр. Оның барлығын жібермей, мүмкін менде бір махаббатқа сенушілік, бір махаббат деген не болмай жатыр да, ішімде бір тас жүрек болып қалған сияқтымын да, бір не таба алмаймын андай, жүрегімді аша алмаймын да ер азаматтарға. Не себепті соны түсінбей жүрмін. Диана, негізі мен ойлаймын да, егер сенің шын ер азаматың келсе, ол сен жүрегің ашылады. Оны сезбей жүрсің сен. Және половинкаларды іздеп жатсыңдар ғой осы жерде. Бізде принцип бар, анандай болу керек, мынандай болу керек. Тек қана мынаумен сөйлесем, оны алып тастаңдар сразу. Лучше, потому что компромисс болу керек. Жұп арасында по-любому компромисс болу керек. Мен мынаны жасамаймын, мен мынаны істемеймін деген по-любому істейсің, көмектесесің по-любому. Егер хочешь счастливой жизни до конца өмірдің соңына дейін таңдасаң, то обязательно көмектесесің. Жарасқан кеше айтқан еді, былай сөйлесіп жатқанда, көп жігіттер айтады, мен кухняға кірмеймін, әйел зат өз орын білу керек, мен бір саты жоғарыда дегенде көп заттарды жігіттер айтады. Мен сол кезде Жарасқан бір күшті сөз айтқан еді. Сен қазір өз жалғызсың, өзің тамағыңды жейсің, үйді өзің жинайсың, лас болып жатпайсың ғой. Окей, үйлендің, қырсық, бақытты семьясыңдар болмайсыңдар. Бір күні ажырасасыңдар. Өйткені әйел ол шаршайды. Бір күні ол шаршайды, поддержка болмаса айырылысып кетесіңдер. Бірақ та айырылысқан соң сен сол посуданы, сол киімді өзің все равно қайтадан өзің жуасың. Какая разница деді. Сол себептен көмектеседі, бір жерін түс қалмайды, зато сенің әйелің бақытты болғанын көресің де, өз наоборот, семья крепче станет. Так что кімде сондай принциптары бар, алып тастаңдар сразу лучше. Жандос, сұрағым бар? Қалмаса, өте бір тәтті жұптардың бірін көріп отырмын. Жаңада сіз айтқандай, Нәзік ханым босанғанда сіз қасыңызда болдыңыз ғой, баланың кіндігін кесіп. Негізінде ол өте дұрыс, мен бұл нәрсені қолдаймын. Әйелің қасында қандай ситуация болса да до конца бірге қиыншылықты да, негізі ол нәрсені әр адам көре алмайды. Себебі менің өзімнің апам сондай ситуацияда болғанда, күйеуі қасында болған жоқ, себебі оның психикасы шыдамай қалды бұл нәрсеге. Сізге осы жерде үлкен алғысымды, сыйластығымды білдіргім келіп тұр. Бұл үлкен ерліктің нәрсесі. Айдай ханым, мен сұрақ қойсам. Данияр. Мен сөйлей алмай қалдым ғой. Қош келдіңдер, жандарым сол. Негізі біз Нәзік екеуміз 7-ші маусымның басынан бірге кастингтен өтіп осы жерде отырғанбыз. Одан кейін Жарасқан келді. Жарасқанмен қазіргі уақытта біз кәдімгі жан, родной досымыз, екеуміз бауырымыз, араласамыз. Бұл кісілердің қалай
көтеріліп келе жатқандарын бәрін көзіммен көріп келе жатырмын. Енді бұл жерде бағанан бері бір-бірін мақтап отыр ғой. Біз де мақтайық енді. Сыртта мақтаған күшті ғой. Өздері мақтағанша. Негізі Жарасқан өте жақсы әке. Ол дос та бола алады, и әке де бола алады да. Өйткені ол бізге енді отырамыз ғой бәріміз жиналып балдармен отырайын деп жатқан кезде нәзікке бір енді үйде бала бар дегендей сол кезде сразу айтады бізге: жігіттер, давайте по домам, болды. Өйткені ол мен түсінемін да оны. Ертең мен де отбасым болады. Ол отбасы деген нәрсе бірінші очередте ғой, оны соған құрметтеймін мен. Өзінің әйеліндегі бізді қалай күтіп алады, нәзікте үйге барсақ күлімсіреп, біздің шайымыз жүгіріп жүретін осы отбасы ғой. Одан кейін бағана бір кішкене бірдеңкеге келіспей қалдым мен. Енді жаңа родовой деді ғой. Негізі ол бір, енді мен өзім ойымды айтайын енді. Мен үшін бір кішкене ерсілеу сияқты. Өйткені одан кейін көргеннен кейін ана жерден шашылып атады, бүйтіп атады дегендей. Өз жерден еркек одан кейін депрессияға ма, бір психологиясы бұзылып кетеді деген ойда бар да, мен өзім сондай қабылдаймын. Ана жерде басқаша, брат. Ана жерде психологияң бұзылып кетпеді ма? Жоқ, бізде жеңіл өтті. Құдайға шүкір, жеңіл босандым, ойлаған едім, прям қиын болады деп. Жарасқан, бұл ойлап атқан шығарсыздар, прям алдыда тұрып, жоқ, Жарасқан сырт жағында, арт жағында отырды, ол кино көріп отырғандай отырды. Әлі күнге дейін маған күледі, айтады. Мен айтам ғой, мен бала тудым деп кішкене нажалыз давить еткім келеді. Ой, какой там тез туа салдың ғой, көрдің ғой, для тебя это легко дейді ғой. Сол себептен, білмеймін, әртүрлі ситуациялар бар шығар, бірақ та Данчик, бауырым айтқандай, Назик айтайыншы, рахмет саған көп, потому что көбінесе басында көбісі айтады, неді, вот ұрысқа, осы жерде постоянно комментарий айтады, төбелеседі, қандай болмады. Бірақ соның өзінде мен білгем қандай ол ішінде адам, и менің қасында ол, не знаю, самая лучшая женщина, которая есть, самая лучшая мама. Қандай, қандай жағын достарым келсе, даже үйде кәдімгідей қарсы алады. Ну, айтпайды, типа, жоқ кірмейді, такого нету. Любой уақытта, пожалуйста, шай ішсін, конечно, обязательно кірсін, немене далада тұрады, типа такого. И жаңағы мен түсінгенім то, что семьяда все равно кто-то ведет, кто-то ведущий, кто-то сзади деген ғой. И мен вот как раз таки біз тоже этот, как это, түсінгеніміз да, то, что мен водительмін, а ол навигатор. Ол мысалы, давай былай жасайықшы, и потом мен уже, ага, хорошо, қалай жасаймыз, все хорошо, мына жерден ақша табасың, мысалы, жолдарын уже табасың. А ол мысалы придумывать етеді қай жерге. Так что Назиктің именно даналығы прям кәдімгідей, ну, мощный. Рахмет. Құлағыма қандай жағып отыр сіздердің осындай сөз айтып отқандарыңыз. Өте керемет және. Аллахтың көзден сақтасын. Шыңғыс. Бағанағы партнерский родовой деп жатыр ғой, партнерский род мен тоже жалпы соған қарсымын да негізі, бірақ жақсы керемет жұп та негізі, бақыт тілеймін. Ну, бірақ енді бізде алдыңғы маусымда тоже қатысуш болды, есімін айтпай қойын, сол ажырасқан ғой енді негізі. Сол партнерский родтан кейін негізі ажырасып кеткен. Жоқ, мында деген, знаешь, самый қазір ойланатын, бас қатыратын зат партнерский роды емес. Отбасы болғанда одан да көп кішкене келіспеушіліктер болады. Лучше сол затты ойландар. Сендер қадалып қаласыңдар партнерский роды дегенде, как будто ол глобальная проблема. Мелочь. Зато Жарасқанға қандай ең керемет сәт, өз баласын өмірге келген, өз көзімен көрген, өзі пупок кескен. Ол сендер ойлап атқан шығарсың, қан көрді. Жоқ, ондай болмады. То есть ол сырт жақта, арт жақта тұрды. Только бас жағын көрді, болды. И этот, да, семья болған кезде сіздерге кеңесім сол. Именно, да, вот это все мелочь, там, партнерский бармадым бы, ыдыс-жуасың ба, жумайсың ба, это мелочь, обязательно көмектесу керек, потому что, мысалы, даже график выстроить, вот этот бала болған кезде, көбісі әлдер, прям күндіз, түнде постоянно емізеді, там, ұйықта алмайды. Қазір, мысалы, ұйықтайтыны, түнде 1 сағат ұйықтайды, тұрады. 1 сағат ұйықтайды, тұрады. Вообще, дұрыстап ұйықта алмайды. Айтып жатырмын да, братан? Кішкене. Сол, и сізге кеңестерім, сол, обязательно поддержка беріңдер, көмектесіңдер. Жұмыстан келесіңдер ме? Шаршамадым емес, шаршадым, конечно, но все равно көмектесесің, обязательно. Так что сол жаңағы принциптарды алып тастаңдар, потому что көбінесе біздің енді көресің ғой адамдар үйленеді, потом ажырасады. Не үшін потом өздері білмейді. Типа характер келмей қалды, анау-мынау. Жоқ, ол обычный майда-шүйде нәрседен кетеді. Көмектеспедің, қарамадың, дұрыстап сөйлеспедің, содан кетеді ол бәрі. Жай ғана көңілде, жай ғана қолдауда деп отырсыңдар. Иногда айтам, мне не надо, чтобы сен бәрін жасадың, просто сөз. Мен сені жақсы көрем,
сен мықтысың, сен ең керемет анасың, болды, сол қызға жеткілікті. То есть қандай керемет. Ханыммен сұрақ қойсам Мирас мысалы Чина, неге сен бірге партнерский родаға кіргің келмейді? Болашақ жарың, яғни сен просто ол сен үшін сенің ұлыңды немесе қызыңды туып жатыр да, қиналып жатыр. Еще айтады ғой, енді мен өзім зерттемедім, бірақ та дененің мынау сүйектерін сынғанымен бір дейді да, ол өте қиын нәрсе. Мен оның жанында болғым келеді негізі өзім. Сен неге кіргің келмейді, неге поддержка бергің келмейді? жоқ, поддержка бергенде емес, ол негізі осыған дейін қаншама замандар болды, енді әйелдер өздері туып жатыр ғой, жанында күйеу болмай ақ, сол ішкі кухняда, сен түсініп ма, жігіттер всегда сыртта жүреді да. Брат, біз қазір ой өрісіміз дамыған, түсінесің ба? Қазіргі дамып жатыр ел деген, заман басқа. Жанында болу керексің, өз жерде мынандай нәрсе бар ғой, даже мынандай нәрсе бар. Ол қиналып жатыр да, өз жерде жаңағы айтпай қояйын, қан сондай сияқты болады ғой мысалы. Сен жанында бол, қолынан ұстап тұрып, жаным, осылай деп, соны оған жүрегіне махаббаттарын одан сайын бір-біріне жоқ, не себептен алды деп айта салайын сразу. Родзалда өзің жалғыз боласың, ешкім болмайды. Сол кезде мүмкін тез уже бала туылып жатады. Сол кезде ешқандай врач сен қасында болу мүмкін емес. Либо врач саған қатты ұрсу мүмкін. Сен әрең шыдап туып жатқан адамсың, сен үстіне басады стресс, двойной стресс, барлық әйел содан қорқады. Сол кезде сен қасында бір защитник болу керек, адвокат ретінде, что элементарно бутылканың суын аша алмай қаласың, потому что күшің жетпейді. Сол кезде су алып беретін адам болу керек, потому что врачтар сенің артынан жүгіріп жүрмейді. Мен басында өзім жалғыз қалып қалған едім. Мен уже сездім туып атқанымды, бірақ та қасымда ешкім врач та ешкім болмады. Мен айғалап атым, ешкім жоқ. Мен амал жоқтан әрең дегенде коридорға бардым да, айғаладым, сол кезде маған келді. Ал егер де сол кезде кішкене жарысқан үлгергенде, мүмкін сол кезде өзі барып, өзі жүгіріп шауып тұратын еді. Иногда врачтардан ұяласың, типа, сол кезде күйеуін лучше көмектескен, чем басқа бір танымайтын адам. Негізі мына жерде түсінбей тұрмын да, әйел адамдар қаншалықты мықты деймін да, көп әйел адамдар өздерінің ер азаматтарын аяп кіргізбейді. Бірақ егер де изначально былайынан қарайтын болсақ, көп ер адамдар мен мықтымын дейді да, бірақ партнерский родыдан неліктен қашады, өзінің ұрпағын туып жатқан. Мысалы, әйел босанып жатқан кезде бір аяғы көрде, бір аяғы айтылады ғой солай нәрсе. Ол қалай өтеді, ол қалай болады екен, сендер білмейсіңдер ғой, бірақ сендердің өздерінің эголарыңыз үшін, мысалы, өздеріңді ойлап тұрсыңдар да, бірақ әйел мен баланы емес. Мен соған таңғаламын да, қоғамда әйел кінәлі, бірақ бұндай жағдай болған кезде ер азаматтар, ой, мен онда жерге кірмеймін, мен онда жерден желкенем деп шығады. Неліктен мен соны түсінбеймін да. Вроде бы Данияр да, Чина, сен де вроде мықты ер азаматтардың бірісіңдер, бірақ бұндай әңгімеге келген кезде именно сіздер именно осындай нәрседен қашасыңдар. Таңғалам. Олда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Мен де мысалы өзінің родыма ер адамды кіргізбес едім. Неге? Өйткені ол адамның кәсіби квалификация жоқ та, былай қарағанда ол өзі абдырап не істерін білмейді. Қазір доулы деген адамдар бар ғой, кіретін. Ол адам біледі да саған не керектігін, беліңді қоласа да, бірдеңе алып кетсе де, одан да ол адам, ер адам абдырап қалады да ондай жерде. Одан да кәсіби маман кірген дұрыс деп ойлаймын. Сол себептен курсы деген бар, сол курсыға дайындалып, екеуміз бірге барған едік. Ол кезде профессиональный доулы өздері айтады, лучше саған как чувствуется, если саған приятно, сен жан, жүрегін күйеуің болса, это лучше, чем доулы дейді. Себебі психологическое сознание лучше. Мен де қоса кетейін өз ойымды. Негізі партнерский роды дегенді мен өз басым қолдаймын. Неге десеңіздер, мысалға соның қасында боласың, өзің келіншегіңді қиналып, босанып жатқанын көресің ғой. Одан кейін оны екі есе бағалайтын боласың, екі есе сыйлайтын боласың. Вот, менің ойым өзім солай, енді болашақта үйленеміз ғой, Құдай қаласа, сол кезде менде маған да қызық өзіме. Мен соны көргім келеді, сезінгім келеді. Сол кезде мен де әйелімді екі есе құрметтеп сыйлайтын боламын. Сосын оны қинап кіргізбейсің ғой. Жарасқан, мен өзім доулы деп ойлаған едім, доулы кіргізем, Жарасқан айтты, ал менші деді. Типа мен болғым кет, қайдағы доулы деді. Мен, қорықпайсың ба деп, біз шештік басқаша, енді кішкене басқаша кетті. Есімде кетпейтін шығар енді өмірінде, потому что бірінші рет бала енді шықты да, былай врач ұстаған кезде кәдімгідей қарайсың ғой, көзіне кәдімгі еще маған ұқсат тұр да, мен еще қарап отырып, мен ғой мен да. Қалып отқан кезде кәдімгідей самый прекрасный момент в жизни, наверное. Әрине. Құрметті көрермен,
Жарасқан мен нәзік ортада әдемі әңгіме айтылып жатыр. Жарнамадан кейін жалғастырамыз. Жарнамадан кейін Асылжан мен Лаураның сүйікті көрермен ортада нәзік пен жарасқан қызық әңгіме айтып отырмыз. Ал нәзік бөпе дүниеге келгеннен кейін не өзгерт дедің енді қазір? Конечно, в первую очередь сен самой себе не принадлежишь. Басында кішкене непривычно болады. Қазір үйреніп кеттім, білмеймін, мен бұрынғы өмірім вообще қызықсыз болды. Қалай өмір сүрдім деп ойлаймын өзім. Себебі қазір ең махаббатты көрген соң бұрынғы өмірімге қайтқым келмейді. Это ең, как сказать, все, ұмытып қалдым. Бұрынғыдай емес. Басында просто біз жалғыз бойдақ жүрген кезде енді привыкли уже. Әбден мен 30-ға келіп алып қойып, әбден үйреніп қалдым жалғыз тұруға. А потом раз екеуміз уже опа, кішкене басқаша, а тут раз еще сразу баламыз уже. И сондай кезде уже білмейсің да, как қазір не істеймін, түсінбей қаласың да. Бірақ соған уақыт керек, түсінігі болу керек енді обязательно. Мен ойлаймын, біз кризис моментті уже кішкене өтіп қойдық деп ойлаймын. Вообще бір болайық, бұрын осы жерде танысқанның ең үлкен плюсы бар, біз бір-бірімізге мінезімізді жаман көрсетіп қойған едік эфирде. Сразу барлық мінез, даже преувеличить етіп жаман көрсетіп тастадық мінезді. Қазіргі таңда біздің отбасымызда практически ұрыспаймыз. Бір айда, и то мелочь үшін. Себебі біз уже білеміз, любой ситуацияда жарасқан қандай шаг жасайтын мен білем. И уже просто легко бір-бірімізді. 5 ай отырып па, сондай жаңағы жұп болып кездестік. И как будто сол 5 ай мына студияда, ол как будто 1-2 жыл как будто сыртта. Потому что көбінесе сыртта мынандай темаларды қозғамайсың, типа ладно, потом деп қоясың да жабасың. А мына жерде кәдімгі шығарасың бәрін. Ішіндегісін не бар, бәрін айтасың уже. И сол кезде сен түсінесің мына жерде. Мол, сенің адам ба, жоқ па? Елестетесің ба, болашақ өмірде жоқ па деп. И вот сол үшін мынау студияға рахмет. Біздің қасымызда Шах Мырза болған, Камил ханым, Венера ханым. Соларға әлі күнге дейін айтамыз рахмет көп-көп, потому что кәдімгідей олар болмаса огромную школу прошли. Действительно просто. Нәзік айтпақшы, негізі бала дүниеге келген кезде, алғашқыда көрген кезде мен сенсіз қалай өмір сүрдім деп өзіңе сұрақ қоясың. Қойдың, жаман қойдың. Қызғаныш болды сын, менде баламды бәрінен қызғандым. Сын, бұрынғы өмірім қызықсыз болған секілді. Енді өмірдің не екенін енді ғана біліп жатқан секілдімін. Осы бағдарлама болмаса, бұлай өмірде кездесіп қалсаңыздар, бірге болар ма едіңіздер? Большой вопрос. Негізінде не айтқым келгені, осы бағдарламаның бір сиқыры, сыртта шеше алмаған сұрақтарды осында келіп шешеді. Осы үшін ғана біз негізінде осында отырмыз деп айтқым келеді негізінде. Сол жарасқанын